Келесі өтетін тақырып, кішкене ұзақтау тақырып әрине, біз бүгін соның кішкене жартысын ғана өтеміз. Ол бізде direct speech және reported speech. Жалпы direct speech деген не? Қазақша ол төл сөз, то есть автор сөзі. Көп оқушылар шатастырады осы екеуін. Автор сөзі, яғни біреудің айтқан сөзін тура дәл қалай айтты, дәл солай жақшаның ішіне алып жазу. Міне осы төл сөз. Ал төлеу сөз, это когда біреудің айтқан сөзін сіздер переделывать етіп, өзгертіп айтасыздар. Мысалға, Али айтты, то, что ол мектепте болды деген сияқты сөйлем бізде reported speech болады. Енді қараңыздар, бұл кішкене ұзақ тақырып болғандықтан мен алдын ала сөйлемдерді жазып қойдым. Қараңыздар, бірінші формула ол бізде present simple, тең present simple деп тұр. Енді қараңыздар, he says, ол айтады, says бізде көріп тұрғандай осы шақта тұр, я? Айтады деп тұр. Айтты емес, именно айтады деген сөйлем тұр. Жақшаның іші автор сөзі I miss you, мен сағындым сені деген сияқты, я? Міне ол бізде direct speech-та тұр. Енді мен не деп айтамын? Ол айтты, то, что ол сағынды мені деп өзгертеміз, я? Сонда he says деген сөз қалады, дәл солай. Says, міне біз сіздермен reported speech-қа ауыстырып жатырмыз. Мына жерде көріп тұрғанда екі қос нүкте және жақшаны ашу үшін that деген сөзді қолдансаңыздар болады. That. Орысша айтқанның кезде что деп аударылады, я? Он говорит что деп аударылады, я? Ол айтады что, кім сағынады мені? I деп ол өзін айтты. Значит, ол не болады? He. Сағыну бізде miss present simple-да қалады, бірақ так как менде сөйлем he-дан басталғандықтан, мен оны he misses деп айтам, я? Ол мен сағынамын сені деп, ол сағынады мені деп өзгертеміз. That he misses you деп, ол мені айтты, значит, ол me болады. Сонда, көрдіңіздер ма, біз мына автор сөзін қалай өзгерттік? Ол айтады, что ол сағынады мені. Көрдіңіздер ғой, я? Есімдік тоже ауыстырып бұл жерде. Ал мына жерде айтайық. Али says, Али айтады. Says тұрған жер шағы өзгермейді деген сөз. Says көріп тұрсыздар ма? УБТ болсын, мектеп программасы болсын, шағы өзгертпейсіздер. Яғни мына шақты өзгертпейсіздер деген сөз. Не деп айтады? Али айтады, you are clever, сен ақылдысың. Значит, мен не деп айтам мына жерде? Али айтады, то, что сен, он имел в виду меня, я? Значит, Али айтады, то, что мен ақылдымын деп айту керек. Значит, қалай жазамыз? Али says. Екі қос нүкте жақшаны алып тастаймыз. Орнына that деген сөзді қоса берейік. Пока үйренгенше негізі кейін бұларды да алып тастаса болады. That. You are деп ол сен деп айтты, значит, ол мен, я? Мен, I. Енді I-дың қасында I are болмайды ғой, ол не болады? I am болады, я? I am clever. Present simple-да қойдым, бірақ I-дың қасында ол I am болады. Значит, Али айтады, то, что мен ақылдымын. Міне, reported speech. В общем, жалпы алған кезде, бірінші формула, мына жерде says тұрма, мынаның ішінде шақты өзгертпей жазамыз деген сөз. Екінші формула, ол бізде present simple, тең болады past simple деп тұр. Ол қандай жағдайда? Міне, мынаған қарайсыздар. Дамир айтты деп тұр, я? Айтады емес, айтты. Мына уже өткен шақта тұр. Енді жақшаның ішіндегі етістікті табамыз. You are good at tennis. Міне етістік. Значит, мына you are деген сөзді мен аламында өткен шаққа ауыстырамын. То есть, Дамир айтты, сен жақсысың теннистан деді. Значит, мен не деп айтам? Дамир айтты, то, что мен жақсымын теннистан болады, я? Значит, қайтадан Дамир said деген сөзді жазасыздар. Екі қос нүкте жақшаны аламыз, орнына that қоямыз. That қойдық. You деп ол мені айтты. Значит, I. Енді қараңыздар, I am болмайды, маған оның өткен шағы керек. I am-ның өткен формасы I was болады. Көрдіңіздер ма? Мен шағы өзгерттім. I was good at tennis. То, что мен теннистан жақсы болдым. Міне өзгерттік. Енді келесі сөйлемді қараймыз. They said, олар айтты. Айтты өткен шақта тұр. Значит, мына жақшаның ішіндегі works деген сөз өзгереді деген сөз. Олар айтады, оның анасы жұмыс істейді осында. Here, осында. Мына сөз өзгереді тоже.
Значит, мен не деп айтам? Олар айтты, то, что оның мамасы жұмыс істеді осында емес, сол жерде деп өзгертемін. Потому что here деген кейбір сөздер өзгереді reported speech'та. Қараймыз. Так, they said, олар айтты, екі қос нүкте жақшаны алып тастаймыз. Мына жерде жақша болып кетті, не? Олар айтты, that his mother, яғни оның анасы деген сөз қалады дәл сол формасында. His mother болып. Занято his mother. Енді қараңыздар. Works деген сөз бізде present simple'да тұр, я? Біз оны аламыз да өткен формаға өзгертеміз. Work'тың өткен формасы қалай болады? Worked болады. Worked. Here деген сөз меняется на слово there. Сонда қалай болады? Олар айтты, то, что оның анасы жұмыс істеді осында емес, here деген сөзді there деп өзгерттік. Мен оқушыларым келіп тұр, хотя қазір сағат ерте әлі. Жалғастырамыз. Келесі үшінші формула, ол бізде past simple, яғни өткен шақ, мына жақшаның ішіндегі past simple өзгереді past perfect'ке. Так, сөйлемді қараймыз. Также не көріп тұрмыз? He said, said тұрған жерде бізде шақ өзгереді деген сөз. Мына жақшаның ішіндегі шақ arrived, екінші столбикта тұр, яғни past simple'да тұр. Bill arrived on Friday. Bill келді жұма күні деп тұр, я? Біз оны өзгертеміз. Не деп айтам? Ол айтты, то, что Bill келді жұма күні деп өзгертуім керек, бірақ мен шақ өзгертемін қазір. Қараңыздар, he said. Мына бізде past simple дедік, я? Второй столбикте тұр, past simple'да тұр. He said that, жақшаны ашамыз, that, Bill болып қалады. Past perfect'тің формуласы естеріңізде болса had плюс verb 3 болған. Arrived'тің үшінші формасы тоже arrived болады. Had arrived on Friday. On Friday қалады өз формасында. Енді аударамыз. Ол айтты, то, что Bill келді жұма күні. Мағынасы бірдей, бірақ жасалу жолы ағылшын тілінде кішкене өзгеше, я? Келесі, ары қарай past simple'ды тағы жалғастырамыз. Алина said, Алина айтты, said өткен шақта тұр. This cat was white. Мына жерде етістік was. Қай шақта тұр? Past simple'да тұр. Второй столбикта тұр, я? Алина айтты, мынау мысық ақ болды деп. Мына жердегі this деген сөз тоже өзгереді қазір. Значит, мен не деп айтам? Алина айтты, то, что анау мысық ақ болды деп өзгертеміз. Алина said деген форма қалады. Said. Жақшаны ашамыз. That болады. Енді қараңыздар, ағылшын тілінде мынау this, that болып өзгеріледі. That cat, анау мысық, that cat. Енді қараңыздар, was'ды мен past perfect'ке өзгертемін. Яғни to be'дің үшінші формасы бізде had плюс been болады, я? Been white болады. Мына қысымай қалды, мына жерге жазайын. Енді Алина айтты, то, что анау мысық болды ақ. Was'дың үшінші формасы had been болады. Енді соңғы формуланы жалғастырайық. Ол бізде future simple, жай келер шақ, меняется future in the past. То есть это would плюс инфинитив. Қараңыздар, she said, said тұрған жерде, міне, шақ өзгереді. I will call you tomorrow. Мен звондаймын саған ертең. Will call future simple'да тұр. Tomorrow тоже өзгеріледі. Значит, не деп айтамыз? Ол айтты, she said, that, ол айтты, то, что. Кім? I will деп ол қыз өзін айтты, я? Значит, she. Енді мына will, future in the past'та ол would болып өзгеріледі. Would, и қасындағы call остается call болып. Call you деп ол маған айтты, я? Call me. Tomorrow деген сөз the next day деп өсіңдер болады. The next day, келесі күні. Tomorrow болып қалмайды. Сонда, міне, переделанный вариант қалай болады? Ол айтты, то, что ол would call me, звондайды маған the next day, келесі күні. Tomorrow поменялся the next day деп. Соңғы сөйлем, he said, көріп тұрғандай said тұрған жерде шақ везде өзгереді деген сөз. Так, these birds will fly home today. Мына құстар ұшып барады үйіне бүгін. Мына жерде бізде this өзгереді, бізде етістік will fly ол өзгереді, today тоже өзгереді.
Қараңыздар, мен специально сіздерге түсінікті болу үшін осындай әртүрлі мысал алдым. Так, соңғы сөйлем. He said that. Он сказал, что that. These деген сөздің көпше түрі those болады. Анау, аналар деген сияқты. Those birds, анау құстар. Мына жердегі will поменяется на would. Fly остается инфинитив формасында. Home, ұшады home. Today, that day десеңдер де болады. Или this day ма, сөйтіп өзгертсеңіздер болады. То есть біз не дедік? Ол айтты, то что анау құстар ұшады үйге сол күні. Болмаса, today деген сөзді басқаша вариантпен де өзгертсеңіздер болады. Жалпы біз сіздермен бүгін 4 формула өттік. Бұнымен тақырып аяқталған жоқ. Тағы алдыда continuous бар и perfect шақтары бар. Ең бірінші формула present simple остается present simple, только в том случае, егер сөйлемнің басы сейспен басталса, айтады болса. Мынау шақ өзгермейді деген сөз. Ал егер сізде set тұратын болса, жақшаның іші present simple болса, сіздер оны past simpleға өзгертесіздер. Ал енді set тұрған формада мына жерде жақшаның іші өткен шақта болса, сіздер оны past perfectке өзгертесіздер. Егер қайтадан set тұрса, бірақ жақшаның іші future simple'да тұрса, вы ее меняете на future in the past. Жалпы бүгінгі тақырып осы, сіздерге бәрі түсінікті болды деп ойлаймын. See you next lesson.